Жұмсақ болып пісетін ыстық күлше нан мен сары май жегіңіз келсе, осы рецептпен жасап көріңіз. Жылы сүт, жылы су, 1 ас қасық ашытқы, 2 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Үстіне ерітілген сары майымызды құямыз. Ұнымызды бөліп салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабысып тұрады. 1 ас қасық сұйық май құйып, барлығын тағы 1 сұйық майымыз сіңгенше илеп шығамыз. Қамырдың бетін жауып, жылы жерге көтерілуге жібереміз. Көтерілген қамырларды 120 граммнан домалақтаймыз. Бетін жауып 15 минутқа көтерткіземіз тағы да. Көтерілген күлшелеріміздің ортасын ашып, піскен кезде ортасы көтеріліп кетпес үшін вилкамен тесіп қоямыз. Бетіне жағуға сарыуыз бен сүтті араластырамыз. Барлығын бетіне жағып шығамыз. Кунжутты себеміз. Қызып тұрған пеште 190 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. Осымен біздің жұмсақ күлше нанымыз дайын. Сіз де жасап көріңіз, ас болсын. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіз. Мен сізді өзімнің каналымда күтетін боламын.